Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Бүгін өзімнің шеберлік сабағында сіздерге дәстүрлі емес техникада киносайга тәсіліменен пано жасауды көрсетемін. Ең алғаш осы жұмысты бастамас бұрын қажетті құрал жабдықтармен таныстырайын. Бізге құрылыс материалы пенопласт керек. Оның бетіне әдемі сурет таңдап алуымыз керек. Кеңсе пышағы қажет. Сурет салу үшін қалам, қарындашты пайдалансаңыздар да болады. Ыңғайлы болу үшін кіші қайшы, үлкен қайшы, кәдімгі тырнақ егейтін пилка, егеу. Және де мынандай инелерді пайдалансаңыздар болады. Және жақтау жасау үшін сызғыш қажет. Міне құрал жабдықтар. Және де түрлі түсті маталар керек. Осы түрлі түсті маталарды осы пенопласттың бетіне орналастыру арқылы қазір ретіменен кезеңменен көрсетемін, картина жасап шығарамыз. Ең алғаш таңдап алған сурет бойынша осы суретті пенопластқа көшіреміз. Сурет сала алмасаңыздар, интернетте неше түрлі дайын шаблондар бар, соларды пайдалануға болады. Енді міне дайын суретті қарап отырып эскизін саламыз. Міне осылай етіп жұмыстың эскизін салып аламыз. Бұл жұмыс киносайга технологиясы дәстүрлі емес техника. Сол себепті мата қиындыларын қайтадан іске асыру үшін, бұлар мысалы мата қалдықтары ғой, түрлі киім тіккеннен қалған, көрпе құрағаннан қалған, соларға қайтадан өмір сыйлау үшін осындай әдемі жұмыстар жасап шығаруға болады. Енді жұмысымыздың барысы төмендегідей болады. Суретіміздің эскизін салып алдық. Енді кеңсе пышағымен мына контурлардың үстінен басып отырып тереңдігі 5-6 мм тіліктер жасап тіріп шығамыз. Барлық салған контур бойынша осындай тілме жұмыстарын жасаймыз. Өте абай болыңыздар. Кеңсе пышағымен жұмыс істеген кезде білесіздер, өткір қолымызды зақымдап алуымыз мүмкін. Техникалық қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар. Өстіп тіліктердің барлығын жасап аласыздар. Енді дайын болған тіліктерге мына мата қалдықтарын алдыңыздағы суретке қарап отырып, түстерін таңдай отырып, маталарды енді орналастырамыз. Матаны осы тілікке пилканың көмегімен кіргізіп шығамыз. Өте мұқият болыңыздар. Тек тіліктерге ғана кіргізесіздер. Суретке қарап отырыңыздар, матаны көтеріп астындағы тілікті байқап отырыңыздар. Тек өзінің орнына ғана түсу керек. Түстерді дұрыс тиімді пайдаланыңыздар. Түстердің ауысуын, күрделіден оңайға ауысуын сақтаңыздар. Міне бірінші деталіміз міне бітті. Артық нәрсе көрініп тұрмау керек. Матаның шеттері барлығын нақтылап кіргізіп шығасыздар. Осындай көлемді жұмыс пайда болады. Міне енді келесін сөйтіп жалғастырып кете бересіздер мұны. Бұны да келесі күлгін түс қажет екен бізге. Неғұрлым мата созылғыш болса, жұмыстарымыз әдемі шығады. Осы тілікке кіргізіп отырамыз. Бұл жұмыс аса шыдамдылықты қажет етеді. Сабырлыққа шақырады. Ойланып отырып, қиялдарыңызды іске асырасыздар. Өте әдемі күнделікті
тұрмыста интерьерді безендіру үшін әдемі картиналар жасап шығаруға болады. Міне осылай орналастырасыздар. Егер мынандай артық қалдық маталары болып жатса, қайшымен артығын қиып алып тастайсыздар. Өздеріңіз байқайсыздар, қолдарыңыздың ыңғайына қарай. Пилкамен жұмыс істеген оңай ма? Жоқ. Инемен де жұмыс істеуге болады. Үшкір шетімен жақсы жасалады жұмыс. Таңдау өз еріктеріңізде. Өстіп отырып, тіліктерге қылып отырамыз. Келесі кезеңде осы эскиздің барлығын матамен тіліктердің бәрін толықтырып біткен соң әрлеу жұмысын жасайсыздар. Әрлеу жұмысына матаны көлемді сызғышпен кесіп аласыздар да жақтауларын жасап шығасыздар. Картинаның жақтауларын жасап шығасыздар. Бұл әдіс тәсілді көбінесе жапондықтар пайдаланған екен, солар ойлап шыққан екен. Біз енді осыны балаларға үйретіп, ұлттық нақышта картиналар жасап, осындай бір әдемі жұмыстар жасап көрсетсек, қандай жақсы. Міне осы әдіс тәсілмен андай картиналар жасап шығардым. Міне бұл да осы әдіс тәсілмен жасалған, киносайды әдіс тәсілменен әдемі сырмақтың сырын шертіп отырған әжелерді көруге болады мына картинадан. Ал мына картинадан өзіміздің ұлттық киелі ыдысымыз торсықты байқауға болады. Міне ұлттық колориті бар, сондай нақышта жасалған жұмыстар жасап шығаруға болады. Міне осы әдіс тәсілді өте тиімді, материалдары арзан, осындай тамаша жұмыстар жасап шығаруға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.